келдің қайдан? Қайтсем пайдам, не үшін келдің? Сонда не үшін келдің деген кезде Құранда 3 жауап бар. Бірінші жауабы وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Біз адамдарды және де жын әлемі бар. Оны да біз жараттық. Не үшін жараттың? Бізге ғибадат құлшылық етіп, бас ию үшін жараттық дейді. Ғибадат құлшылық үшін жаратты дегенде жігіттер өшірде көбі намаз деп ойлап қапты. Ғибадат құлшылық деген бұл намаз емес, жігіттер. Намаз деген бұл ғибадаттың біреуі ғана. Ал мұсылман адамның ғибадаты не деп сұрақ қоятын болсаң, мен саған қысқаша жауап берейін. Ұйқыдан оянғаннан бастап, ұйқыға кеткенге дейінгі аралық бар ғой, сол аралықтағы өмір керек десең ұйқысының өзі де ғибадат болып кететін жағдайы бар. Жалпы сенің 24-те 7, 365 күн, жалпы 65-70 жылдық өміріңнің барлығы немен өту керек? Ғибадатпен өту керек. А сен енді ойлауың мүмкінсің, ғибадат деген қалай сонда? Намазымыз ғибадат ет. А басқа қандай ғибадаттар бар? Қандай басқа ғибадаттар бар? Көп қой ондай ғибадаттар. Ояндың, альхамдулиллахиллази ахияна ба'дама аматана ва илайхи нушур. Я жаратқан ием Алла тағалам, кіші өлімнен кейін мені қайтадан тірілткеніңе өзіңе шүкір етем. Және де саған қайтадан оралам ғой. Қайтадан міне бүгінгі жарық күнді көрсеткеніңе шүкір деп оянуың, бұл ғибадат қой. Барып дәрет алуың, ол да ғибадат. Таң намазын өтеуің, ол да ғибадат. Үйден кішігірім шай тамағыңды жеп алып, ауқаттанып алып, мемлекетке 4 сағат әбетке дейін, 4 сағат әбеттен кейін қызмет жасап берем деп ниет қылып, ауқатыңды жеп отырғандыңда, ол мәселеде ғибадат болып кетеді қазір саған, тамақ жеудің өзі. Енді сен жолға табалдырықтан аттап шыққан кезде мынау үйімде жатқан бала шағамның ұйқысы тыныш болсын, үйімде жүрген әйелімнің ғамы болмасын, ата-анам жылы төсекте, жылы үйде өмір сүрсін. Маған бала кезде көрсеткен рахатын енді мен ол кісілерге көрсетейін деген ниетпен сен ақша табуға кәсіпке шыққан кезде, сенің сол кәсіпте жүрген жолыңның барлығы ғибадат. Қайтқанға дейін ғибадат. Оның арасындағы сіз біреуге бір садақа беріп кетуіңіз мүмкін. Біреуге бір жылы жұмсақ сөз айтып қойыңыз мүмкін. Біреуге жымиып қарауыңыз мүмкін. Біреуді құшақтап қойыңыз мүмкін. Бір апаны жолдан өткізіп жіберуіңіз мүмкін. Біреудің есігін ашып жіберуіңіз мүмкін. Бұның барлығы ғибадат. Көлігіңізбен кетіп бара жатсыз. Көлігіңізбен бір жолдың шетінде тұрған бір адамды алып, оны бір жерге жеткізіп тастауың, ол да ғибадат. Міне ғибадат деген шамил дейді. Кәдімгідей үлкен жиынтық бұл. Бұл кәдімгі бір өмірге келгеннен бастап өмірдің соңына дейін өмірің исламдағы мұсылманшылық, жалпы дүниедегі өмір. Бұл ғибадат, барлығы ғибадат. Міне уағыз айтып тұрмыз, бұл да ғибадат. Уағызында отырсыз, бұл да ғибадат. Мына жігіттер камераға түсіп тұр, бұл да ғибадат. Бұдан түскен қазір видео мыңдарға тарайды, ол да ғибадат. Бәрі ғибадат, жігіттер. Сондағысы Алланың айтып атқан біз сендерді ғибадат құлшылық үшін жараттық дегенде жігіттер намазды ғана түсініп қалмаңдар. Жалпы өмірің ғибадат болсын.